Қайырлы күн, қадірменді тыңдарман. Сіздермен бірге кітап оқайдары. Студияда Талғар қаласы Юрий Гагарин атындағы мамандандырылған 8-ші лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Майра Берікқызы. Бүгін біз сіздермен көрнекті жазушы, драматург, журналист Оралхан Бөкейдің 80 жылдық мерейтойына орай жазушының Кербұғы әңгімесі туралы сөз қозғамақпыз. Алтай тауларын мекендеген 18 салалы мүйізі бар Кербұғының бойынан қуат кетіп, оның иттен қадірсіз күй кешкенін жазушы керемет суреттейді. Алпауыт идеялардың айсбергін сыйдырған жазушының шеберлігіне қайран қалмасқа шара жоқ. Байыптап қарасақ, жануардың жан аярлы хәл арқылы өзінің де ішкі әлемін оқырманға паш еткендей әсер қалдырады. Жек көрудің ең сұмдығын адамдардың өзі туғызады. Кербұғының қазіргі хәлі жас баланың май өкшесіне шеге қағып тағалағандай аса аянышты. Кербұғы тоқал болып жаралмағанына өкінді. Қиянат. Не нәрсе сұлу болса отап тастауға, не нәрсе биік болса құлатып тастауға, не нәрсе әппақ болса қаралап тастауға, не нәрсе сау саламат болса жаралап тастауға, не нәрсе адал болса арамдап тастауға әуес жұмырбасты пенденің оңбағандығын қалай ақтамақпыз? Әңгіменің қалай аяқталғанын білгіңіз келсе, оқыңыз. Оқи отырып, Оралхан әлеміне сапар шегіңіз. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.